Сізге қайырлы таң, Гүлдана ханым. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, көңіл күй өте керемет. Мен есімім Гүлдана, білетін боласыздар. Компанияда қазір жасап жатырғаныма көп уақыт болған жоқ. 2018 жылдың апрелінде келіп қосылып, 2 ай жарымда доходқа шықтым. Қазір золотой директор сатысындамын. Компаниядан әр 21 күн сайын алатын заңды түрде табыстан бөлек $1000–2000 премия алдым. Премия әрине мен тұратын елдің курсымен маған төленді, өте керемет. Одан бөлек компанияға келгелі Москваны көрдім, компанияға келгелі Алматы мен Астана мен үшін күнделікті ауыл арасы болып кетті, жиі шығып тұрамын, маған ұнайды. Одан бөлек компанияның арқасында Испания еліне саяхаттап келдім. Құдай қаласа бірер минуттан кейін Париж. Керемет, бұлай ойлап қарап отырсам, қарапайым анамын, үйде отырған келіншекпін. Осы компанияға келіп ойымда, арманымда өзгерді, алға қойған мақсаттарымда нық. Компанияның әрбір берген мүмкіндігін пайдаланғым келеді. Әр компанияның маған жіберген осы мүмкіншілігін басқа кісілерге де айтып түсіндіруден жалықпаймын, шаршамаймын. Себебі әр адамның осы компаниямен армандарын орындауға тікелей мүмкіндігі бар. Ондай мүмкіндікті біздің қазақтың қыздары, келіншектері барынша жіберіп алмау керек. Себебі біздің қазақтың елі, жері деген мененде біздің Қазақстанда мұндай мүмкіндікті бізге беріп отырған отандық компаниялар жоқтың қасы. Ал біздің шведтік компания Oriflame өте керемет мүмкіндікті беріп отыр. Кешегі семинарларды көріп, қаншама тек біз емес, Қазақстан емес, қаншама жерден, қаншама елден келіп табыс тауып, миллиондап өмірлерін от и до Oriflameға дейін қандай болған, Oriflameмен қандай болып жатқан, алға қойған мақсаттарының қандай екенін айтқанда тіпті көзіңе жас келеді. Ондайлардың барлығы мүмкін екенін көргенде, естігенде тіптен жұмыс жасағым келеді. Әр қазақтың қызына, келіншектеріне осы мүмкіндікті айтқымыз келеді. Бізде уже Парижге шақырып жатыр, қазір посадка, ақ жол болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Кәсібіңізге, кәсібіңізге Аллах берекесін берсін, одан әрі өсе беріңіз, бриллиант болыңыз, армандарыңызға жетіңіз. Айтқаныңыз келсін.